бәріңіз сәлемдейсіңдер, мен Әлди. Бүгін бізде достар кәдімгі выживание, бірақ бұл выживанияның бір басқашасы бар. Не үшін десеңіздер, біздің қасымызда Бен. Да, Бен, амандасып қой. Күлгеніңе қуасың ба? Күлгеніңіз. Қысқасы, давай достар. Бүгін біз достар Бен бүгін мен дейді, мені Майнкрафтта бүгін менің Бен басқаратын болады осы уақыт бойы. Енді достар, бүгін біздер Майнкрафттан етін боламыз. Енді достар, кеттік достар, кәдімгі видеомызға кеттік. Иә достар, мен әзіре бастадым. Енді біздер ең бірінші істейтін ол бірінші біз ағаш сындырамызды сындырамызды сұрап көрейік. Бен, ағашты сындырамызды. Қалай күлесің сен? Не үшін күлдің сен, мен соны түсінбедім. Так, сындырамыз айтшы. Yes. О, молодец, бізге естет. Бен, енді біздер ағашты сындырамыз, және де ағашты бірінші достар ағаш түгелімен сындырамыз, айтшы. Ағаш түгелімен сындырамыз, Yes. достар, молодцы, Бен дейтін. Бен достар, ес деп жатыр, бізге молодцы, Бен сен. Сен топсың бар ғой, Қалай топ емессің, жайт. Короче, біздер достар Бен дейтін қасымызда бұт жоқ қояқ. Короче, болды, сөйлемешсің Бен. Қысқасы, все, бізде 6 ағаш жасалдық. Енді бізде мына тауықты өлтірейік ба? No. Болмайды екен. Енді біздер, мына қойды өлтірейік, пожалуйста, бізге жөн керек. Yes. Конечно, молодец, Бен, бізге молодец сындықтайды. Все, біздер мына үңгірге кіреміз ба? No. Конечно, кірмейміз, бұл үңгірде уже әзірде біз түсе алмайтын түсеміз, бірақ енді. Так, достар, бізде достар енді осындай бір фигнялар жасаймыз. Фигня дегенде верстак жасаймыз, сосын енді кірейік. Верстактан бізге бірден топор керек, сосын кирка керек, все. Топор қазір ағаш көп тез шабып аламыз, ағашты толтырып. Бірақ мұнда толтырып шабатындай ағаш көріп жоқ. Мына жерде бір ағаш тұр. Бірінші достар, бірінші біз ағаш шабамыз. Ана ормандағы бір шама ағашты шабамыз, Бен. Ормандағы. Айтсай. No. Қалай жоқ? Майкетші Бен, мен сені жақсы деп жүрсем. Бізге Бен жоқ еді достар. Мына ағашты, бір ағаштың болын, бір ағашты болсын сындырамыз, шабамыз. Yes. Конечно, рахмет, Бен, сен дейтін молодцыйсың ғой, молодцы. Бен просто топ достар. Бір енді мана көп ағашты шапқызбағанына өкінішті енді. Так, енді біздер осыншама 5 дуб жасадық. Так, енді бізге верстакты аламыз да бір жерге қоя берейік достар. Мына жаққа бір үй салатшамыз, өтірік көрді. Мына мен шөл жерді олдым, шөлді әлем. Давай, осы шөлдің әлем емес. Қараңыз достар, мына жер біртүрлі болыпты. Жай достар, біз кішкене осындай әдемі кеңдеу жерлерде пайда болыппыз, әдемі жерде. Еще бізде шейдер қосылып тұр, шейдерден вообще әдемі болып тұр. Сосын енді біздер мына жаққа, так, мына жерге түсіруге болады екен. Мына осы жерге верстакты қояйық, және енді біздерде енді не істейміз? Біздер нені жасасақ болады? Енді бізге дым жасауға қажет жоқ, біздер енді тас қойды керек ау деймін. Мына үңгірді добавить етеміз, тас аламыз осы үңгірден. Что-то Бен жауап бермей жатыр, маған мейлі. Бен походу мен дауысын естімей жатыр. Онда басқа үңгірге барамыз, походу Бенге, әлде жерді просто қаза саламыз, айтшы Бен. Yes. Дейді, қуасың ғой, үңгірлерге бармайын ба мен? Жайт болса бізге жерді қаза сал дейді. Қай жерді қазамыз енді? Бір шеттен бір қағасақ, әбісқа біздің әдемі жерімізді құртайын тұр ғой, бостамызға. Так. Әдемі жерді құртпау керек сонда да, мен тупойма бір білемін достар, мен что-то көп барадым достар. Так, достар, мына жақта тастарын бәрін алып кетейік, сындырып. Бізге бір шама тас керек, бір шама. Бізге көп тас керек. Походу, бірақ мен тасты аламыз деп айтып қойдым уже, да, сұрадым ғой Бенден, Сұрадым Бенден, рұқсат алған жоқпын. Так, уже кеш батып бара жатыр ма не? Жоқ, походу бізге кеш батпай тұрғанда, біз етін мына қойды өлтіреміз, айтшы. Бобиш, айтшы. Yes. Молодец, давай. Все, өлді. Енді бізге, так, мына сиырды керек емес өлтіріп. Бізге сиыр маңыз, бізге қой керек, бош қой қайда?
Иба, достар, қараңыздар, мен No. қандай жерде тауып алдым, мынандай бір айлаған жерде тауып алдым. Жайды бұл ештеңе емес, бірақ таңғалдырады. Мына қойды өлтіреміз бе? Айтшы, күлмей айтшы бұл. Yes. Молодец, хорош давай. Все кеттік достар. Біздер енді бірден төсекке дайындаймыз. Төсек жасаймыз. Әне біздің верстагымыз тұр достар. Біздің верстагымыз тұр. Жайт достар, біздің верстагымызға барайық, одан барып заттарымызды жасап алайық. Достар, енді мен дейтін аяқта верстак жасайық. Так, достар, менде бір жаңа ой болып тұр да, андай. Мен дейтін аяқта төсек жасайын ба, жасамайын ба, соны сұрақ көрейін деп тұрмын да, просто. Төсек жасайын ба, бен жасамайын ба? No. Қалай жоқ. Сонда мен хотя бы сонда түнде хотя бы үй соғыла ма? No. Қалай жоқ. Болмайды ғой, бен олай. Бен болмайды олай, болмайды ғой, еба бен. Жалмауыз екенсің бар ғой, бізге достар бәрін жоқ деп отыр. Енді бізге өкінішке орай барлығы жаман болып отыр. Ойбай, қой көтерсің. Так, бізде мына қойды өлтіреміз. Қысқасы енді біз онда үй салмаймыз, сонда біз верстакты алып кетеміз де, сонда верстакты аламыз да, бұяқта кетеміз де сонда. No. Қалай жоқ. Сонда біз верстагымызды қасымызда тұру керекпіз де, сонда. Yes. Бен, сен жалмансың бар ғой. Мен сен бүгіннен басып дос болмайын бар ғой. Бен, сен жалман адамсың. Жабан итсің деген ғой. Жердің бәрін жеп жүрші бен. Жемен десе жейік. Бала болсын, маған пофиг. Өлтіре берем. Тауық. Бергел тауық. Бергел өлтірейін ба сені? Опа, мәні. Мына жердің бәрін қаныздашы, жеп тастаған шөптің бәрін. Әдемі жазбасы жердің бәрін құрттыңдар ғой сендер. Жүріп алып бәрін састып. Берге сен қайда ашып барсың? Так, все. Бізде 10 жүн бар, бірақ бізде төсек жоқ. Конечно, біз дейтін сондай дебилміз. Жүрген, мынаны алып кетуге де болмайды. Жайды онда кетуге бола ма, неқтан хотя бы? Yes. Болады ket, нормально, бен молодец. Үшін респект деп айтпаймын. Чортын сен білмесің бе, әдемі жерден бізді кетіріп тастасын. Сол болмайды, неқта өмір бір қатал қылып тастады ғой. Хотя бір деревня тауып алсақ қой. Мен осындан қара, мен осындай ақты аяқ қалайтын, ақ орманның аты қалайды. Білмейді, осындай ақты ағаштың орман тауылдың, бұл ормандарда тұрамыз арасында. No. Что-то жауап бермеді. Бізге мейлі жарайды, ешнеппіз. Так, біз нетін әзіргі жолды келатырмын. Уже кеш бәт баратыр. Наяқты төсек соға ма, хотя бы на жерде? Ошаққа төсек соға жоқтай бола ма? Yes. Молодец, бен сен. Сен уже кішкене миын кіріп баратыр деймін саған. Так, біз бен екеуміз кесіп қойдық. Бен дұрыс сәй келді. Біз наяқты қазір біз ұйықтаймыз. Бұл түн бірден ұйықтап қалдық. Все, түн батты, бірден ұйықтадық. Все, достар. Енді біз мынаны алып кетейік. Айтпақшы, біз мынаны алып кетеміз бе? Yes. Хорош. Так, мына бәлен лақтыршы. Сасыған бәлен. Қолмен жүгірші. Так. Мына жақта көптеген қойлар. Біз мына жаққа тұрмаймыз. Мына жаққа уже тұру, мына жақта ыңғайсыз. Оны біз манағыдай бір әдемі жер тауып алайық. Мана әдемі жерден бізді бен қуып жүреді. Иттің баласының бені. Да, біз респект қылайықшы. Дрим болып кетейші. Мен саған. Мен дримін көріндім ма? Так, кетсенде. Майнкрафтты бірақ оған сенбей жатыр. Адамдар жайды сенбей қойыңдар. Мана дейсіңдер. Біздер айтпақшы, біз беннен сұрамап жүріп қой. Короче, бен менің Майнкрафттан ғалымдағы өткен спидермендерім өтірік емес, шын ғой да. Шынымен де реально өттім ғой да. Yes. Конечно, міне бен шындықты айтады, өздерің бен шындықты айтасыңдар дейсіңдер. Все, міне айтты бен шындықты. Все, міне шындықты бен беттерің айтып тастады. Міне достар, қысқасы бізде маяқта осындай бір тау тұр екен. Біз тауға барайық. Шын тауда не бар екен? Так,
бармай ақ қойсын, жай жүре берейік. Тауға мініп не істейміз? Таудың үстіне үй саламыз әлі де, бірақ үй салу жаны жоқ, таудың үстіне бар ғой. Бір түрлі көрінеді таудың үстіне үй салу, достар. Шын айтайын, таудың үстіне үй салу дейтін ол дұрыс емес сияқты. Так, менің ойымша, достар, мен кішкене ойланып отырмын, бар ғой, не сұрақ қойсам болады екен Бенге деп. Мен отырғаныңызда мынандай бір әдемі орман тауып алдым. Мына орман қалай аттарын ұмытып қала беремін, мен бір қақпаспын. Андай орман ғой, андай орман ғой, андай. Орманға кірмей қалсын, орманға кіруге жаны жоқ. Әрдайым орманды мазғын шірте береді мына Бен. Орманға кіресің, мазғын шірт жібі, орманға бармайым көтіне. Қаяққа барамыз? Беннен сұрақ. Бен, наяққа барамыз, а? No. Наяққа барамыз, а? No. Жоқ дейді. Наяққа барамыз, а? Жоқ, сонда қалай? Наяққа барамыз, а не? No. Қалай? Не істейміз? Қай жерде тұрамыз сонда? Тұрамыз осы жерден, да? Астыға қазамыз, а? Тікелей бедрокқа шейін қазамыз, а? Yes. Қалай сонда? Достар, бізге Бен қаз деп жатыр, жарайды, қазақ достар. Қасып көрейік, жарайды достар, жарайды. Біздің миссиямыз осы жерде алмас табу керек, достар. Біздер алмас таба алмай жатырмыз, мынандай күйімізбен жүріп қой, мына жақты тышып жер қазып отырық мына жақты. Жоза. Мә достар, қараңыздар, мен бір бәле тауып сындыр. Скелеттің бір жерін тауып қараңыздар достар. Вау, достар. Достар, бізге кітапша берді. Эффективность дейді, достар. Қараңыздар, бізге 2 шелек. Достар, біздер уже байдық дейсің ғой, пластика. Бой, достар, қараңыздар, бой. Алмаз, достар, біз алмаз таптық. Наконец-то біз баймыз, короче. Шу ертоқым, короче, біздің челімізді орындады. Біздің челіміз осы алмаз табу керек еді. Бен, молодесің, сен бар ғой. Бен тікелей астыға қаз деді. Біз қаздық. Бен молодец, короче. Бен, саған респект. Бен, короче, біз үшеуден видеоны аяқтаймыз да? Yes. Шынымен де аяқтау керек сияқты, достар. Ал, достар, енді осымен біздің видеомыз өтті. Бен, саған бұл видео ұнады ма? Ұнады ма саған айтса енді? Күлмей айтса ең бұл. No. Қалай no? Ұнаған жоқ болсанда бұл видео? Күшті ғой бұл видео, қосымы қалай ұнаған жоқ? Короче, осымен біздің видеомыз бітті, короче. Енді достар, амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Және мен барып Бенге кеттім. Осы видеоны ұнамаған үшін қазір бірдеңе айтамыз оған.